кәсіпкерлердің бизнесі, өзінің кәсіпорны, мүмкін дүкені бар шығар деген. Оған мемлекет міндетті түрде осы кәсіпкердің бизнесін қорғау керек, оның меншігін қорғау деген мемлекет өзіне сондай міндет алады. Ол бірінші. Ал екінші жаңа сұрағына байланысты көп жағдайла әсіресе мына салықты кодексті неткенде шөттарды жауып тастайды. Ал енді кәсіпкер не істейді? Ол сотқа жүгінеді. Сол кезде сотқа жүгінгенде жаңағы мемлекеттік органдардың және де осы лауазымды адамдарды шешімі дұрыс болмаса, осы конституцияға байланысты біздің кәсіпкерлер, тек қана кәсіпкер емес, біздің азаматтарымыз тек қана соттың шешімі емес, олар деген өзінің мына шығындарын мемлекеттен қайтарып алуға құқығы болады деген. Сондықтан бұл болашақта кәсіпкерлерге де, жеке біздің азаматтарымызға олардың меншік құқықтары қорғалады деген сөз. Сондықтан осы бір жақсы құндылықтар біздің кәсіпкерлерімізді, азаматтарымызды қолдайды деген ол қандай құндылықтар? Әрине ол бірінші құндылық ол қорғаныс, екінші құндылық ол сенім, үшінші құндылық ол әділдік.